Баршаларыңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін біз үй жағдайда манты жасаймыз. Видео қызықты болса, менімен бірге болыңыздар. Мен дайындап қойдым. Менде 1 килограмм ұн, жұмыртқа қосқан кезде өте қамыры өте күшті шығады. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Одан соң менде 250 грамм су. Бұл жерде плюс-минус болуы мүмкін. Кей кезде артық қалуы мүмкін. Кей кезде жетпеуі мүмкін. 1 шай қасық мен тұз салдым. Жақсылап тұрып араластырамыз. Кішкене су қосамыз. Одан соң сұйық май. Бұл менде күнбағыс майы. 3 қасықта қосуға болады. Немесе 2 қасық қосуға болады. Осындай қамыр шығады. Мен 1 сағат демалдыруға берем. Ас үйде. Тоңазытқышқа қоюға болады. Немесе жай осы стол үстінде тұра берсе де болады. Ал бұл менде сиырдың еті. Жаңағы міне фарш. Картоп тураймыз. 4 бұрышты қылып. Картопты мен осындай кішкентай турадым. Пияздай. Олда да 4 бұрышты қылып тураймыз. Ал достар, мен пияз салдым. Кішкене сарымсақ саламыз. Чеснок. Менде 1 үлкен сарымсақ. 2 қоссаңыздар болады. Дәміне қарай мен тұз саламын. Дәміне қарай өздеріңіз қалағанша тұз бен бұрышты салыңыздар. Мен кішкене сұйық май қосам. Осылай. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Фаршымыз сухой болып тұрса, кішкене су қосуға болады. Начинкамыз дайын. Жақсылап тұрып араластырдым. Енді тоңазытқышқа қойып қоямыз, бетін жауып. Ал достар, начинкасын істеп болды, қамырын дайындап қойдық. Енді кастрюлемізге су қойып, қайнай берсін. Бетін жауып қоямыз. Мантының қамыры 1 сағат өтті. Мына осындай болып шығады. Кішкене ұн дайындап қояйын. Мен 3-ке оны бөлемін. Мантының қамыры осылай күшті, нәзік, өте жұмсақ болып шығады. Эластичный. Қолға жабыспайды. 1 сағат тұрды міне. Ал нан жаюды бастаймыз. Осындай қамыр шығады. Өте эластичный, жыртылмайды. Қолға алсаңыздар мінеки осындай. 4 бұрышты қылып кесеміз.
видеодағыдай осылай істеп көріңіздер. 4 бұрышты қылып міне бүйтіп кесеміз. Осылай істеп көріңіздер. Сіздерге көрінсе, міне қамыр осылай шығады. Тоңазытқыштан мен начинкамды алдым. Осындай мантоварка. Мантоварканың үстіне менде осындай дайын сеткалар бар. Яғни арнайы осындай мантоваркаға асты жабыспас үшін қамыр. Сіздерге көрсетіп кетейін. Жасау жолын. Мүмкін бәрін білетін шығарсыздар. Көрсетіп кетем. Мінекей достар, осылай жабыстырамыз. Осылай жабыстыруға болады. Мінекей. Немесе осылай. Қайырып деген сияқты осылай. Ал достар, менде манты дайын. Манты дайындап қойдым. Менде 3 табақ шықты. Ал енді менде бұл жерде сұйық май. Көріп тұрсаңыздар, міне сұйық майды мен кішкене сыртына, мантының сыртына жағып өтемін. Себебі кішкене сочный болу үшін. Менде су қайнады. Мантоваркамызды қоямыз. Бетін жауып қоямыз. Шамамен 45-50 минут буға қайнатамыз. Достар, менде манты дайын. 45 минут өтті. Қазір бірге көреміз. Міне осындай болып шығады. Ал достар, осындай манты шығады. Өте керемет, өте күшті шыққан. Қазір бірге дәмін татамыз. Мінекей. Иісі деген күшті. Іші міне осылай пісті. Ыстық. Қазір көреміз. Керемет. Өте күшті пісті. Осылай істеп көріңіздер. Күшті шығады. Ал сіздермен болған Динара. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Шығады деп сенемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.